Қазақ халқы ұлттық мәдени мұраға ата-бабаларымыздан мирас болып қалған ұлттық салт дәстүрлерімізге және ұлттық құндылықтарымызға өте бай халық. Бүгін ұлттық құндылықтарымыздың бір бөлігіне жататын әшекей бұйымдар мен балаларды таныстырып, олардың атауларын қазақ тілінде жаттаймыз. Төгіліп жерге күмісті шашбау жарасып белге, иықтан шашын төгіліп жерге күмісті шашбау жарасып белге. Привет, сендер менің сүйікті бүлдіршіндерім. Көңіл-күйлерің қалай? Жарайсыңдар балалар. Мына әшекей бұйымдарға назар аударыңдар. Қараңдаршы, қандай әдемі, әсем, е? Сендерге ұнайды ма, қыздар? Қараңдаршы, ұнайды ма саған? Ал енді қараңдар балалар, біз қыз келіншектер құлағымызға не тағады екенбіз? Қыздар, мінекей. Қараңдар, мынандай сырға бар екен, қараңдар міне. Қане бірге қайталайықшы. Сырға. Сырға екен. Сырға не үшін керек екен? Құлағымызға тағады екенбіз, сырғаны. Түсі қандай екен балалар? Жасыл екен. Өте әдемі екен, балалар. Қараңдар, мынау алқа ұлттық нақышта жасалған екен. Дөңгелетіп жасаған. Қараңдар, шеттерінде әдемі сыңғырлаған теңгелері бар екен. Және тастармен көрілген екен. Балалар, тастардың түсі қандай екен? Керемет, жарайсыңдар балалар. Бұл алқа. Қайталаймыз. Алқа. Жарайсыңдар балалар. Ал енді мынау затқа назар аударыңдар балалар. Өте әдемі екен. Түсі қандай екен? Жасыл екен. Бұл моншақ. Бұны да біз мойнымызға тағады екенбіз балалар. Әдемі, міне қызымыз көрсетіп отыр, мойында не бар екен? Моншақ. Ал қыздарымыздың қолдарында мінеке қараңдар балалар, білектерінде не екен? Білектерінде білезік екен. Қане бірге қайталайық. Білезік. Мінеке қараңдар балалар, білезіктердің әр түрлісі болады екен. Қараңдар, мына білезіктің түсі қандай? Сары, алтын екен, Ал мына білезікке қараңдар балалар, тағы да тастармен ұлттық нақышта көмкерілген екен, балалар? Өте жақсы, керемет, әдемі екен. Міне мынау кішкентай ғана қобдишамызда, мінеке қараңдар, сандықшамызда нелер бар екен? Моншақтар екен. Қане бірге қайталаймыз. Моншақ. Ал енді балалар қараңдаршы, менің үстімдегі шапан, Ал шапанымызға біз мынандай әдемі қаптырма қадайды екенбіз. Қараңдар балалар, қаптырмамыз міне екіге бөлінген. Мына жерге былай қадап тігеді екенбіз, балалар. Қыз келіншектер, қыздар, әжелеріміз саусақтарына тағады екен. Қараңдаршы, әдемі? Өте әдемі, Мінеке қараңдар. Өте әдемі екен. Және күмістен, алтыннан соғылған мынандай сақиналар бар екен. Қане бірге қайталаймыз. Сақина екен. Қаттырақ қайталаймыз балалар, естерінде сақтап алыңдар. Ал бұлар менің қолымдағы нелер екен? Жүзіктер. Қайталаймыз. Жүзіктер. Қараңдаршы, бұл не екен? Сәукеле. Дұрыс айтасыңдар. Сәукеленің түсі қызыл екен. Қызыл екен балалар. Ұлттық киім кигенде қыздар бастарына міндетті түрде сәукеле киеді екен. Балалар қараңдаршы, мынандай да сәукеле бар екен. Мінекей маржандармен безендірілген екен. Ұнайды ма сендерге? Өте әдемі, мінекей
төбесінде үкісі бар екен. Ал менің қыздарға мынандай сыйлығым бар, қараңдаршы. Қыздарымыз үшін мен мәржан қосып, ілмекпен мынандай әдемі тақия тоқып қойдым. Балалар, міне көрдіңдер ме? Қаншама әшекей бұйымдармен бүгін таныстық, иә балалар? Сендерге ұнады ма әшекей бұйымдарымыз? Иә, керемет екен, әсем екен, әдемі екен. Осы әшекей бұйымдарымызды балаларды ұлттық киімдерімізбен бірге не істейді екенбіз? Тағады екенбіз. Құлағымызға сырға тағады екенбіз, иә? Қолымызға, білегімізге білезік тағады екенбіз. Міне қыздарымыз қандай әдемі болып отыр. Ділназ, білегіне не тағып алыпты? Қалай екен, қараңдар, ұлттық нақышта жасалған, міне шеттерінде әдемі сыңғырлаған теңгелері бар екен балалар. Сол қараңдар, қыздар, қараңдаршы, өте әдемі. Тастарының түсі қандай екен балалар? Қараңдаршы, үкімен әдемілеп көмкерілген. Мына тақияның түсі қандай екен? Ақ екен, әдемі екен, иә? Салтанатты мерекелерде қыздарымыз бастарына киіп алса болады екен. Жарайсыңдар. Бұл алқа. Қазақ қыздарына қайран қалам. Тайыр бұл не екен? Жанары жаны Мәржаннан жасалған білезік екен, иә? қызы сүй Бұл шолпы. деген сөзді